Сәлеметсіздер ме? Мен Ыбырай Алтынсарин атындағы номері 25-ші жалпы білім беретін мектебінің педагог-психологы Динара Жанатбековна. Мектеп оқушыларына және мектеп бітіруші түлектерге мамандық таңдау бойынша кеңес бергім келіп отыр. Ең алдымен мамандық туралы айта кетейін. Мамандық дегеніміз не? Мамандық дегеніміз латын сөзінен шыққан профессия, анықталған іс, мамандық дегенді білдіреді. Жалпы мамандық таңдауда нені ескеру керек? Ең алдымен, мамандықтан не қалайтыныңызды мұқият ойластырыңыз. Сіз қандай қызмет саласында жұмыс істегіңіз келеді? Қандай өмір салтын жүргізуді жоспарлайсыз? Сіз үшін жоғары жалақы қаншалықты маңызды және тағы басқа. Әрине, өзіңіздің қабілеттеріңізді ескеріңіз. Тағы бір пайдалы нәрсе кәсіптік бағдарлау тестілері. Тесттер сіздің қызығушылықтарыңыз бен мінез-құлық ерекшеліктеріңізді, тіпті сіздің интеллект деңгейіңізді бағалауға көмектеседі. Психологтардың көмегі арқылы сіз сауалнамалардан өтіп, өзіңіздің қандай мамандыққа бейім екеніңізді анықтай аласыз. Адам өмірде де өз мамандығын, өз кәсібін таңдауда қателеспеген жөн. Егер мамандық таңдаудан қателессең, жетістікке жету екіталай. Адам өзі қалайтын, өзіне ұнайтын кәсіппен айналысқаны дұрыс. Шынайы ынтамен, сүйіспеншілікпен жасаған ісі әрдайым жеңіске жетіп, өз жұмысының жемісін көреді. Жетістікке де жету оңай болады. Сол себепті мамандық таңдауға үлкен көңіл бөлу керек. Статистикаға сүйенетін болсақ, мамандығына көңілі толмағандар 70%, мамандығы бойынша жұмыс істемейтіндер 50%, жұмыс таба алмайтындар 30%. Ол адамдардың қатарында болмас үшін білім таңдауға неғұрлым саналы түрде қарау, мансапты жоспарлауды үйрену, мақсаттар қойып, оларға қол жеткізу керек. Осы кезде сіздерде көптеген сұрақтар туындауы мүмкін. Қандай мамандықтардың болашағы зор? Маған қай мамандық келеді? Мүмкіндіктерімді қалай бағалауға болады? Егер мені ештеңе қызықтырмаса, мамандық таңдауда ата-аналарымды қалай көндірсем, қай оқу орнына түссем, колледж ба, әлде жоғарғы оқу орны ма? Шетелдің оқу орындары қандай екен? Деген сияқты түрлі сұрақтар толғандырады. Сол үшін дұрыс бағытта қозғалуға көмектесетін бірнеше қарапайым кеңестер айтқым келеді. Бірінші кеңес: белсенді және тәуелсіз әрекет ет. Өмірімізді өзгерткіміз келеді. Көп нәрсені армандаймыз, көп ойланамыз. Жалпы айтқанда, таңдаған мамандығымызға, өз өмірімізге көңіліміз толмайды. Неге олай болады? Өйткені адамдар жалқау және пассивті, біреудің ықпалына көнеді, қателік жасаудан қорқады, ақымақ болып көрінуден қорқады, сұрақ қоюға ұялады. Сол үшін өз ойыңды анық айту, өз позицияңда тұру, түсінбеген кездерде сұрақты ұялмай қою керек. Бойымызға осы қасиеттерді дарытуымыз керек. Екінші кеңес: ақымақтардың арасында ақылды болғанша, ақылдылардың арасында ақымақ болған жақсы. Сіз дамып өзгере бастағанда, сіз өмір салтынан және қазіргі кездегі ортадан автоматты түрде шығып кетесіз. Бірақ қай жағынан болса да, әзілдеп, серпіліс жасауымызға кедергі жасайтын адамдар өкінішке орай бар. Ол үшін мықты орта, үнемі алдыға тартатын орта керек. Үшінші кеңес: алдыңа биік мақсаттар қоя білу керек. Бұрыс мотивация, тұрақты жұмыс орнын іздеу, ақша табу көзі. Неге біз ақша табу көзін бұрыс мотивация дейміз? Өйткені ақшаға ғана жұмыс жасасақ, біз өзімізді әрі қарай жетілдірмейміз. Дұрыс мотивация: жаңа өмірді ашыңыз, жаңа дәрі-дәрмектер шығарыңыз, әлемді құтқарыңыз, адамдарға көмектесіңіз, әлемді жақсартыңыз. Ойымызда да осы қасиеттер болса, мамандық таңдауда қателеспейтініміз абзал. Төртінші кеңес: айналадағы әлемді зерттеу, әлемнің қалай жұмыс істейтінін түсіну. Мысалы, 80 000 сағат деген жақсы жоба бар. Оның негізін қалаған Оксфорд зерттеушісі Бенджамин Тодд. Оның ойынша, табысты мансап құру үшін және өзіңді өзің дамыту үшін әлемге қалай көмектесетініңді және қандай мәселелерді шеше алатыныңды, әлемді қалай жақсарта алатыныңды білуің керек. Ол үшін мамандар қалай жұмыс істейді, олар немен айналысады,
қандай компанияларда жұмыс жасайды, жұмыс күндері қалай өтеді, жұмыс күндерінің қалай өтетіндерін анықтап алған дұрыс. Мамандық таңдағаннан кейін сол мамандық туралы ақпарат жинағаныңыз дұрыс. Себебі қандай жұмыстар атқаратыныңызды және қаншалықты ол мамандық мемлекетімізге керек екенін анықтайсыз. 5-ші кеңес. Жалпыдан нақтыға көшу. Негізгі кәсіп іргелі білім. Яғни фундаментальное образование, орысша айтқанда. Мамандық таңдағанда негізгі кәсіптен бастаған дұрыс. Келесі таңдамалы шектеулі мамандық. Бұлар қандай мамандықтар? Яғни белгілі бір салаға ғана қажетті мамандықтар. Олар ұнамай қалады, ескіріп қалады. Еңбек нарығында лайықты бос орын пайда болғанша күту керек. Ол уақытты өткізгенше өзіңді жетілдірген дұрыс. Кәсіби шаршау да болуы мүмкін. Мамандарға сұраныс күрт төмендесе ше. Мысалы, олар жаңа технология ойлап табады, немесе сала нарықтан кетуі мүмкін. Сол себепті негізгі кәсіпті таңдаған дұрыс. 6-шы кеңес. Ең мықты болуға талпын. Еңбек нарығының ережесі. Сіздің міндетіңіз. Сұранысқа ие маман иесі болу. Нені үйрену қиын екенін зерттеу. Әркімнің қолынан келе бермейтін істі меңгеру. Бұл салада мықты болу. Ісім оңсын десеңіз, сол істің маманы болыңыз. Даңқым шықсын десеңіз, көпшіліктің адамы болыңыз деп Әл-Фараби айтқандай, қорытындылағым келіп отыр. Осы кеңестердің барлығын ескерген түлек мамандық таңдауда еш қателеспейтініне сенімдімін.